Короче, келдік, кілтін алдық көліктің. Қазір енді барып көлігімізді тексеретін боламыз. Егер бұл көлік ұнап, жақсы жағдайда шығатын болса, Алла қаласа бұл көлікті алып тұрмыз. Болмаса, екінші вариантқа тағы бір көлікті қарап тұрмыз. Сол вариантты барып, тағы да тексеретін боламыз. Иншалла сәттілік тілеп қойыңыздар. Бізбен бірге процесті тамашалаңыздар. Көлігімізге келдік. Енді нан қараңыздар, не сұмдық, қайтып кіреміз енді. Енді бұндай жағдайда бірақ вариант бар. Осы пассажирский жағынан кіреміз де алдыңғы есіктен. Сөйтіп, ары қарай өтіп аламыз. Басқа вариант жоқ енді. Не істейміз енді? Сыймаймыз ғой жерге. Жалпы келесіп, мінекей, осы құралымызды алып шығамыз да. Барлық жерін алып шығамыз ғой. Қай жері таза, қай жері таза емес, барлығын прозрачный айтамыз. Кейбір кісілер сияқты дұрыс емес ұрса да. Мына жері родной окрас екен дей салып, ондай жоғынан. Мінекей, родной окрас 100 бұлай, өзінің родной краскасы осылай. Жоқ ішінде. Короче, осы сәл ар жағында бір шпак шығып қалып, алдыңғы крыло жақта қатты емес, бір кішкентай осындай ғана кусок и вторичный окраспен боялған екен. А так қалған жерім бәрі таза. Сол.